Әбілхан Қастеев атындағы мемлекеттік өнер музейінде Александр Хакимовтың сұлулық эволюциясы көрмесі ашылды. Экспозицияға 50 шақты кескіндемелік және графикалық туынды қойылған. Автор өз жұмыстарында адамның рухани кемелділігі тақырыбын қозғайды. Экспозициядан суретшінің ең жақын адамдары, әйелі мен қыздарының портреттері ерекше орын алған. Александр Хакимов үшін сурет салу жай ғана ермек емес, өзіндік бір терапия болды дейді автордың жұбайы. Все поездки, весь его отдых. Ол кез келген сапар барысында тіпті демалыс кезінде үнемі сурет салумен айналысатын. Орын бар ма жоқ па маңызды емес. Ыңғайын тауып жанын тебіренткен нәрсені қағаз бетіне түсіретін еді. Оны шығармашылыққа сұлулық шабыттандыратын. Мәңгілікті түсіну суретшінің өмірі мен шығармашылығының мақсат міндеті. Мәңгіліктің көрінісін ағаштардан, гүлдерден, жемістерден, аспандағы бұлттардың ғажап құбылысынан көре білуі оның негізгі ерекшелігі. Айта кетейік, сұлулық эволюциясы көрмесі 31 қаңтарға дейін жалғасады.